президенттік, супер президенттік осы жүйеге қарсы тұрудың жалғыз жолы, сен әрбір қазақ өзіңді менің мына президенттен еш жерім кем емес деп түсіну керексің. Өз жүрегіңде мен мына мемлекет, мына отан, мына халыққа мен жауаптымын, менің құқым бар деп сен түсіну керексің бірінші кезекте. Сосын мынау қалың бір нәрсе болса, мынау президентке өтініш айту, өкіметке өтініш айту, сөйтіп оларға жаңағы бір арыз жазу, халық ең соңында солардың алдына бір тізерлетіп, солардан жалындырып, жалбарындырып қоятын барлық қарекеттер, оның барлық қате. Қазаққа керегі қазір тепсініп тұрып теңдік сұрау. Қазаққа жетіспейтін де сол. Сөйтіп, әр қазақ бұлай болу керек, бұлай істеу керек деу керек. Жаңа президентке жалбарынып, аса құрметті президент мырза, аса мәртебелі елбасы деп өстіген сөзді қою керекпіз. Міне ең қарапайымы Америка, атам заманда Англия деген, Ұлыбритания деген империядан құтылған кезінде өздерінің ең жоғарғы билігінің символы болған, белгісі болған биліктің ордасын Ақ Орда деп атаған жоқ. Болмаса, ол Англияның сарайынан оның бір жері кем болып тұрған жоқ. Мәселе, олар демократиялық ұстаным ұстады. Вашингтонның өзінде сіз мемлекетті құрған бірінші президентсіз, сіз тұңғыш президентсіз, сіз қалағаныңызша отырыңыз деген адамдар болғанда, ата заңды мен жасадым, мен бұзсам қалай болады деп. Екі-ақ мәрте президент болды. Оның өзінде де сайлаумен. Өз бетінше отырған жоқ. Бір рет отырды, 4 жыл. Халық қайта сайлады, 4 жыл болды, тағынан кетті. Сондықтан мынау тіпті президенттердің атына да жаңағы сондай жаңағы жағымпаздық атауларды қолдануға тиым салғаннан, билік құрылымдарына да сондай шексіз құдірет иесі немесе күштің символы болатын сондай атауларды қолдануға тиым салғаннан ақ осы Американың бүкіл ұстанымын түсінуге болады. Қазақтар, биліктің құлы болмаңдар. Қазақтар өздеріңнің адам екендіктеріңді сезініңдер.